Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге хит болып жатқан летуший мышь көйлекті қалай пішуін көрсетемін. Бұл өте жеңіл. Үш ақ тігіспен тұрады. Екі шеті, мойны мына жердегі ремені. Мінекей ол үшін міне екі қабат матамызды алдым. Мінекей 2,5 метр матаны алып, бүктеп, міне осылай қолымызбен қойып өлшеп аламыз. Менде 1,20 шықты. Одан кейін бұны бүйтіп бүктеп, мінекей мына жерден мойнын ойып аламыз, ары қарай осының өзі бола береді. Міне мұқият көрсеңіздер, қазір мен сіздерге лекалымен сызып көрсетемін. Мінекей қыздар, екі бүктеген мата, міне бұлай жатыр. Бұл 2 метр 50 сантиметр. Бойым ұзындығы 1,20 деп тұрмын мен. Мінекей осыған біз қазір лекалды саламыз. Бірінші мойын сабаламыз. Мойным 17. Міне 17-ні мерден аламын. Бүйтіп белгілеп алдым. Мына жерден 3, арқасы осы жерден кесіп тастаймыз. Одан кейін алдыңғы жағын алуымыз керек. Алдын біз 8 сантиметр аламыз. Міне бұны да осылай сызып аламыз. Міне бар болғаны осы. Біздің матамыз мына ені 1,20, мен 60 сантиметр бүктеп алдым бірдестен. Енді сіздер де солай істейсіздер. Дыпысыны саламыз. Ең керегі бізге осы дыпысы 40 болды менікі. 40 сантиметрді салып, беліміз сызып белгілеп аламын. Енді осы жерге белімді саламын. Мен 37 қысып байлау үшін, мінекей 37, даже 36 басам. Мен 37 қып алдым. Мен сәл қарным бар. Міне. Осы жерге біз белдік тігеміз. Енді жеңнің аузын олар өздеріңіз білесіздер. 22, ошы 17-ден, 17 сантиметрден 22 сантиметрге шейін алуларыңызға болады. Енді осы жерден сіздер закрепка беріп тігесіздер. Мынаны қайтарып аласыз. Міне осы жерден біз тігіп шығамыз. Мен әзір сызып қояйын. Міне. Етегін жұмырласаңыздар да болады. Жұмырлағанда өте әдемі көрінеді. Әлі түзу тіке ала бересіздер. Мінекей осылай өте жеңіл, оңай пішіледі. Тігісі де көрдіңіз, екі шеті. Мойын обработка жасайсың. Міне жерге теріс жағынан ремен тігіп аласын да, соны байлай саласын. Мінекей қазір енді бұны кесіп көрсетемін. Бұлай қойып кесейін. Міне мойнын кесеміз бірінші. Міне кесіп алдық. Енді бізге алдын кесуіміз керек. Алдын кесуіміз үшін біз бұны қайта бұлай бүктейміз. Міне енді алдын ойып аламын. Алдыңғы жағын. Бұл алды болады. Осы жерден бізде жаға сыймауы мүмкін. Ол үшін арт жағынан кішкентай басыңыз сиятындай вырез қалдырып, бұяқа түйме қадай саласыздар. Міне көрсеңіздер, осындай оп-оңай летуший мышь көйлек шықты. Міне домалатып істесеңіздер де болады, мына жанын. Әлі түзу істесеңіздер де болады. Өтеңіз өте оңай, жеңіл пішіледі, оңай тігіледі. Ұнаса лайк басып, подписаться етіңіздер.